Бек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Қайырбекова Гүлзат Қайырбекқызы. Сабақтың тақырыбы Microsoft Excel туралы жалпы мәліметтер, мүмкіндіктері және негізгі терезе элементтері. Excel дегеніміз кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең тараған құралдардың бірі Microsoft Excel болып табылады. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеуге негізделген. Excel көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде түрлі түсті диаграммалар тұрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен жұмыс істеуді, сандық тәжірибелер жүргізуді қамтамасыз ете алады. Excel программасын іске қосу үшін бірнеше тәсілдері бар. Пуск программы Microsoft Office, Microsoft Excel. Екінші тәсіл жұмыс үстелінен құру. Microsoft Excel әрекеттерін орындау арқылы. Excel терезесінің негізгі элементтері: тақырып жолы, меню жолы, аспаптар тақтасы, бағандар тақырыбы, енгізу мен түзету, формула жолы, ұяшықтар адресі, жолдардың тақырыбы, ағымдағы ерекшеленген ұяшық, парақтардың жарлығы, шиыру жолағы. Меню жолы Excel командаларына қатынас құруды мүмкіндік береді. Тақырып жолы құжат атауы мен терезені басқару батырмаларын қамтиды. Стандарттық тақта Excel командаларының көпшілігіне арналған батырмаларды қамтиды. Форматтау тақтасы форматтау командаларына арналған батырмаларды қамтиды. Формула жолы ағымдағы ұяшықтардың ішіндегі барын, оның адресін немесе сілтемесін бейнелейді. Тапсырмалар аймағы ағымдағы тапсырмалар тізімін қамтиды. Қалып күйлер жолы құжаттың ақпаратын қамтиды. Шиыру жолақтары құжаттың әртүрлі бөліктерін қарауға мүмкіндік береді. Жұмыс кітабы, жұмыс парағы, жолдар мен бағандар. Excel даярлайтын құжат жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыс кітабы жұмыс парағынан тұрады. Жұмыс парағының құрылымы кестенің бір немесе бірнеше кестені қамтиды. Әрбір парақтың аты төменгі жағынан орналасқан таңбашада көрініп тұрады. Осы таңбашаның көмегімен кітапты парақтауға болады. Таңбашаны тышқанның батырмасымен екі рет шерту арқылы атын өзгертуге болады. Әрбір жұмыс парағы жолдар мен бағандардан тұрады. Бағандардың аты латын алфавитінің бас әріптерімен жазылады. Бір жұмыс парағы 256-ға дейін баған санын қамти алады. Бағандар E және Z әріптерінің комбинацияларымен белгіленеді, ал жолдар 1-ден бастап 65536-ға дейін нөмірленеді. Excel бағдарламасында 3 беттен артық бет қосқымыз келсе, добавить батырмасын басамыз. Ұяшықтар мен оның адрестері. Ұяшық бұл баған мен жолдың қиылысы. Ағымдағы ұяшықтың ішіндегі мәліметтері мен адресі формула жолында бейнеленеді. Ол электрондық кестенің мәліметтер енгізетін ең кіші элементі болып табылады. Әрбір ұяшықтың жол мен бағандардың белгіленуінен тұратын адресі болады. Әрқашанда ұяшықтардың біреуі ағымдағы ұяшық болып есептеледі және жақтаумен ерекшеленіп тұрады. Осы жақтау кестелік меңзердің рөлін атқарады және оны тышқанның немесе басқару панелінің көмегімен экранды жылжыта аламыз. Мәліметтерді енгізу, пішімдеу және басқа да іс-әрекеттер осы ағымдағы ұяшықта жүзеге асырылады. Мәліметтерді енгізу. Енгізілген мәліметтің сан немесе формула екенін оның алғашқы символына қарап анықтайды. Егер енгізілетін символдың біріншісі сан болса, онда оны сандық типке жатқызады. Егер біріншісі теңдік белгісі болса, формула деп қабылдайды. Егер бірінші символымыз әріп немесе апостроф болса, мәтін деп қабылдайды. Мәліметтерді енгізу Enter пернесінің басуымен жүзеге асырылады. Енгізілген мәліметтерді енгізбей алып тастау үшін немесе ұяшықтың бастапқы мәндерін қалпына келтіру үшін Escape пернесін басамыз. Немесе формулалар жолындағы болдырмау батырмасын шертеміз. Назарларыңызға рахмет.